Бірнеше күн жауған жаңбырдың салдарынан Жаңа Тұрмыс ауылындағы Ақсай шатқалының бір бөлігінде топырақ опырылып түсіп, оның маңында орналасқан жеке тұрғын үйлерге қауіп төнді. Осыған байланысты ауданда жедел түрде арнайы штаб құрылып, оның мүшелері тарапынан бүгінде қажетті жұмыстар атқарылды. Қазіргі уақытта аудандағы жағдай тұрақты және де жергілікті әкімдіктің бақылауында. Бірінші, екінші шілдедегі нөсер жауын салдарынан Алматы облысында таулы аймақтарында атап өтетін бұл Қарасай, Еңбекшіқазақ, Талғар және Жамбыл аудандарында өзен арналарында су көтерілу фактілері тіркелді. Қазіргі таңда бұл аудандарда төтенше жағдай департаменті, жергілікті атқарушы органдар, яғни аудан әкімшіліктері, облыс әкімшілік басқармалары жұмысын жұмылдыру арқасында су қазіргі уақытта елді мекендердің транзиттік режимде өтіп жатыр. Ақсай өзенінің арнасынан шығып кетуіне байланысты Ақсай карьерінде өз арнасынан шығып кетіп отыр су. Оны қазір құрылыс жұмыстарын бастадық. Құрылыс жұмысына төтенше жағдай департамент техникалары, Қарасай ауданы әкімшілік техникалары және облыстан техникалар жұмылдырылды. Техникалардың саны 15-тен асып отыр және адам саны 20-дан асып отыр. Толыққанды бұл жақта жұмысты аяқтауға, бітіруге бұл толыққанды жетеді. Бұдан бөлек Қарасай ауданының аумағында жедел оперативтік штабтың жұмысы жанданды. Штабта аудан әкімшілігі, облыс басқарма басшылары, мен өзім және төтенше жағдай департаменттің басшылары осы жерде орналасып отыр. Жұмыс аяқталғанша штаб жұмысы жалғасады. Бұл уақыттағы жұмысты бақылауда ұстап отырамыз. Тағы ескертетін жағдай, осы жұмыс аяқталған кейін қазір өздеріңіз көріп отырған, мына жерде бізде карьердің жанында өте жақын орналасқан 9 үйдің жұмысына тұрғындарына қауіпсіздік тудырмау мақсатында тұрғындарды басқа жерге ауыстырдық. Ол жерлерде полиция қызметкерлерінің кезекшілігін бекіттік және Райымбек округы әкімі және сол азаматтары, мамандары сөрді кезекшілікке бекітілді. Яғни жұмыстың бәрі аяқталғанша бұл уақытта біз жұмысымызды жалғастырамыз. Тағы да атап өтем, ешқандай өсек аяңға немесе әлеуметтік желідегі алып қашпа сөздерге сенудің қажеті жоқ. Бәр жағдай бақылауда, өз бақылауында және облыс басшысының бақылауында бұл жағдай.